Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Осы видео басталмастан бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Жұмыртқаның қабығын қоқыс шелегіне тастап жіберместен бұрын сәл кідіре тұрыңыз. Әрбір әйел 25 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай терісі босап, салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздері көрініс беруі 25 жастан кейін байқала бастайды. Бұл кезде бет терісіндегі эластикалық коллагенді жоғалтады. Сондықтан, мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалғыңыз келсе, жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екенін біріңіз білсеңіздер, кейбірлеріңіз білмейтін шығарсыз. Ендеше, ас үйде жиі пайдаланатын тамақтың бірі жұмыртқа екені белгілі болса, онда оның қабығына дейін өз пайдамызға жаратайық. Қоқысқа тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаны қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастамай, кәдеге жарата біліңіз. Оның көмегімен бет терісі үшін керемет маска жасаса болады. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егерде сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтан тазалап алу үшін сірке суымен жусаңыз да болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны саусағыңызбен алып, тазартылған бет теріңізге жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқаның қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтір секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілді бөлігін еппен абайлап, қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімді түк қалдырмай кетіре алатын тамаша қасиеті бар. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған жерге жабыстырып қойыңыз. 10-15 минут ұстаңыз. Пленканы жабыстырған кезде мимикаға жол бермеңіз. Мысалы, күлу деген сияқты. Көз айналасына жабыстырылған пленка түсіп қалмау үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс, бірақ сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап, жуып, ұсақтап, құрғату үшін майлықтың үстіне жауып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіптен жақсы. Кепкен қабықты алып, ұнтақтаңыз. Блендермен немесе дәкені 2-3 қабат етіп, қабықты орап, сосын сыртынан балғамен ұрып, ұнтақтауға болады. Кәдімгі ұн секілді болып, түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі, масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіріп алмау үшін одан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастаңыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға 1 шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Содан кейін оны бетіңізге масканы щеткамен жаққаныңыз дұрыс. Қолмен жағуға болмайды. Және ұқаламаңыз. Массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттан масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Одан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сырып алып тастаңыз. Артынан қалған қалдықтарын таза сумен жуып тазалаңыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса,
ештеңе жағудың керегі жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремдерді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп, жақсарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2-3 рет, тіпті 3 рет жағуға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тарылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезесіз. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғысымыз шексіз. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Ем болсын. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Аман болыңыздар.